Өмір сізді ешқашан алдамайды. Сізде болып жатқан нәрсені Алла тағала сізге қайтарып жатыр. Ол қалай? Қараңыздар. Көп адамдар қиындатады, өмірін ауырлатады, байлықтан қорқады, шектеу қойып алған және сенімсіздікпен жүреді. Бай болуға сене алмайды, шектеу қойып қояды. Одан қарай болашаққа уайыммен жүреді. Болашаққа сене алмайды. Алла тағалаға табыстай алмайды. Сонымен қоса абида өкпемен жүреді. Осылай жүрсеңіздер, сізден шығып жатқан энергияны Алла тағала сізге қайттан екі есе қайтарады. Екінші, бұның қарама қайшылығы бар. Қиындатпаңыздар, оңай жасаңыздар. Әрекеттеріңіз оңай болсын. Ауырлатпаңыздар, жеңіл жасаңыздар. Оңай, жеңіл өмір сүріңіздер. Байлыққа жауапкершілік алыңыздар. Ақшадан қорықпаңыздар. Байлыққа жауапкершілік алсаңыздар, байлық келіп бастайды. Шексіз болыңыздар. Махаббатыңыз, байлыққа деген, адамға деген көркем мінездеріңіз шексіз болсын. Сене салыңыз. Сенген кезде көп нәрсе сізге келіп бастайды. Уайым деп отыр. Уайымдан қарама қайшылығы табыстау. То есть бір жерлеріңізді бостаңыздар и Алла тағалаға табыстай салыңыздар. Абида өкпенің қарама қайшылығы махаббатпен жүріңіздер. Сіз қалай жүрсіз? Сіз осылай жүрсеңіз, сізден шыққан энергияны сізге